Қайырлы күн оқушылар. Қайырлы күн. Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Өте тамаша. Оқушылар, біз бүгінгі сабағымызды бастамастан бұрын ең әуелі топқа бөлініп алайық, жақсы ма? Мына жерде бізде құмырақ тұтышасы бар. Содан әрқайсымыз бір карточкадан ала қояйық. Витаминдер. Енді бүгін біз осы үш топқа витаминдер арқылы бөлінеміз, яғни А витамині, С витамині және де Д витамині. Витаминдер топқа бөліне қойыңыздар. Бөлініп болса, тақтаға назар аударайық. Тақтада не көріп тұрмыз? Дәрумендер. Демек, біздің бүгінгі тақырыбымыз қандай? Дәрумендер және олардың маңызы, суда еритін дәрумендер және майда еритін дәрумендер. Бүгінгі біздің осы тақырыбымызға байланысты біздің оқу мақсаттарымыз адам ағзасындағы дәрумендердің маңыздылығын сипаттау және де осы құрамында дәрумендердің маңызды мөлшері бар азық-түлік тізімдерін жасау. Енді біз жаңа тақырыбымызға кіріспестен бұрын әдеттегінше алдыңғы өткен тақырыбымызға бір шолу жасап өтеміз. Яғни витаминдер құтысы арқылы біз үш топқа бөліндік. Енді біз алдыңғы тақырыпқа шолу жасау үшін жасанды интеллектті көмекке алған болатынбыз. Көз бергеніңізге рахмет әріптес. Балалар, назарымызды экранға аударайық. Бүгінгі сабағымызды ерекше әдіспен жалғастырамыз. Бұл ойынды фортуна деп атаймыз. Фортуна дегеніміз сәттілік дөңгелегі. Ол бізге кездейсоқ сұрақтарды ұсынады. Сұрақтар сіздердің бүгінгі тақырып бойынша білімдеріңізді тексереді. Енді міне алдымызда фортуна дөңгелегі. Қазір мұны айналдырамыз. Қай сұрақ түссе, сол сұраққа жауап беруге тырысамыз. Дұрыс жауап берсеңдер, бүгінгі сабаққа балл қосылады. Ашық ыдысқа микробтар қону арқылы қандай ауру түрлері жұғады? Инфекция. Инфекция. Өте дұрыс. Келесі. Бұл біздің алынсау, яғни асқазан ішек жолдарының ауруларының тақырыбына байланысты. Қауіпті асқазан ішек жолдарының аурулары қандай аурулар бар? Тағы кім қосады? Барлық жауапты қабылдаймыз. Келесі біздегі сұрағымыз дұрыс тамақтанбаудан туындайтын ауру түрлері қандай? Біздің дұрыс тамақтанбаудан туындайтын ауру түрлерін алдын сабақ атап өткенбіз. Асқазан аурулары. Біз осы асқазан ауруларына байланысты алдын алу шараларында қатысып өткен болатынбыз. Енді келесі біздегі сұрақ дұрыс тамақтану туралы ғылым. Барлығымыз айтайық, диетологияның диетологтан шыққан ғылым саласы бізде диетология деп аталады. Соңғы сұраққа кезек келді.
гастрит кезінде ұсынылатын тағамдар. Гастрит дегеніміз не әуелі? Брискет фрит. Асқазанның аурулары. Енді осының алдын алу үшін қандай тағамдар жеу керек? Жеңіл, сұйы, асқазанға диеталық жеңіл тағамдар жеу керек. Өте тамаша. Үй тапсырмасына бір шолып өттік. Енді біз келесі жаңа тақырыбымызды осы жасанды интеллектпен жасалған мини материалға кезек берейік. Бұл өзінің тақырыбы существует материалдық заттар. Даже идет шевелуге қажет ерекше органикалық заттар. А, С, Д, Б, К, Е, латын әліпбиінің әріптері ғана емес, дәрумендердің де атаулары. Олар аса пайдалы әрі қажетті заттектер. Біз оларды тағамдардан аламыз. А дәрумендік заттарлары өсімдіктердің қызыл сары пигменттері каротин. Біз оларды өсімдікті тамыр арқылы аламыз. Шырғанақ, сәбіз, өрік, итмұрын, асқабақ, ашқабақ және тағы басқа құрамында адырмені көп мөлшерде болады. Каротинді ағзамыз жақсы сіңіру үшін аталған өсімдік зиянды өнімдерді жануар немесе өсімдік майын қаймақ қосып жеу керек. Каротин бауыр шұғыларында және ішектің қақыраларында адырменіне айналады. Адырмені ағзаның өсуі және дамуы, эпителий опас жасушаларының тері, шарышқы қабықтың жаңаруы, күріш, бидай, арпа, сұлы кебектері, жасыл шабдар, сарымшық, сүт өнімдері, жұмыртқа, етектерден көп болады. Бұл тобында жататын басқа дәрумендер сияқты желдік жүйесінің қызметінде маңызды рөл атқарады. Олар дәруменнің жетіспеуі құрылысының алмасының бұзылуына алып соғады. Соның салдарынан жүйке және жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысы бұзылады. С дәрумені алуандыру қызмет атқарады. Және дәрумендік мөлшерден көп дәрумен. С дәруменнің ағзаға әсерінің барлық қыры дәрумендерге дейін белгісіз. Сондықтан маңызды және жақсы зерттелген қызметті қарастырады. Бірінші, ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұрғанын тұрады. Ол антидене синтездейтін ферменттердің құрамына кіреді. Екінші, сүйек пен тістің беріктігіне әсер етеді. Үшінші, эпителий опасының қалпына келу жылдамдығын арттырады. Соның нәтижесінде қан тамырларының серпімділігі жоғарылап, оның зақымдануына және тозуына кедергі береді. Төртінші, биологиялық отырма кезінде бөлінетін диабеттің бұзылуына қатысады. С дәрумендік көкөністер жеміс-жидектің құрамында болады. Ол итмұрынның, қарақатың, лимон және басқа цитрлік дақылдарында, қырыққабатта, әсіресе ашқан қырыққабатта көп мөлшерде кездеседі. Келесі ретте гидромен дәрумендік жол десек болады. Дәрумендік контроль әсерінен тері жасушалары синтездейді. Сондықтан дәрумендік көптірілуін деп те атаймыз. Мешел ауруының алдын алу үшін кішкентай балалар көп маңызын қабылдау керек шығарылады. Жалпы бағана айтып өткен дәрумендеріміздің барлығы екі үлкен топқа бөлінеді: суда еритін және майда еритін. Майда еритін дәрумендерге А, Д, Е, С. А витамині соларында дәрумендердің ұзақ уақыт бойы жетіспеуі. Немесе болмауы. Үшіншісі кетпелі бұл адамдар дәрумендердің артылып қалуы. Жақсы оқушылар, олай болса, осы мини материалды бір жүйеге келтіріп алайық. Демек, дәрумендер дегеніміз не екен? Барлығымыз дәрумендер дегеніміз қалыпты өсуінің тіршілігіне қажетті мөлшері аз болса да атқаратын қызметі жоғары биологиялық белсенді заттар. Яғни біздің өсуімізге ағзаның дамуына қажетті белсенді биологиялық зат екен. Оны кім ашқан? Ашқан екен. Яғни біз осы топқа бөлінгенімізге байланысты қандай топтарды суда еритін және майда еритін деп екі топқа бөліп қарастырғанда, суда еритіндер көбінесе өсімдіктен шығатын өнімдерде болатын болса, ал майда еритіндер бұл көбінесе жануар қоректенетін тағамдарда кездеседі екен. Ендеше оқушылар, дәптерлеріңізге бүгінгі күннің жадын жазып, тақырыбымызды нақтылап алып осылай ма? Бүгінгі күннің жадын жазып, тақырыбымызды жазайық. Дәрумендер жасалатын маңызы суда еритін және майда еритін дәрумендерді тақырыбымызды жазып алайық. Тақырыбымызды жазып алайық. Тақырыбымызды жазып болсақ, келесі кезекте біздің тапсырмаларымызға назар аударайық. Бұл біздегі жұптық тапсырма. Топтағы әрбір топ басшысы алдымен топтарымыздағы оқушылардың аты жөнін
берілген ақпаратқа жазып алайық. Әрбір тапсырмада біз бал шығарып тұрамыз, сол балға байланысты қойып отырасыздар. Сабаққа қатысқан тапсырмаға жауап берген оқушыларды. Енді алдарыңызда сәйкестендіру, яғни бізге дәрімендердің тобы мен қызметі беріліп тұр. Осы дәрімендер тобы мен қызметтің дұрыс жауабын тауып сәйкестендіреміз. Алдарыңызда ақпарат берілді, жұп болып орындаймыз. Ақпарат берілді, ақпарат алып. Осы ақпаратқа бірінші тапсырма сәйкестендіру деп алып, ондай қойып. Бір оқушы ашып қалса, қосыла қойыңыздар қасыңызда оқушыға. Сіздерге тақта көрініп тұр ма? Әр топтан топ басшысы топтарыңыздағы оқушылардың тізімін жазып, бағалап отырасыздар, қазір айтқан бағаны қойып, бірінші тапсырма түсінікті ме оқушылар? Яғни дәрімендер тобы мен қызметін сәйкестендіру өтеміз. Бұған бізге 2 минут уақыт беріледі. Жұптық тапсырма. 2 минут уақыт кетті бізде. Тапсырма кірісейік. Уақыт аяқталды. Ендеше барлығымыз бірге осы тапсырманың дұрыс жауабын талқылайық. Бірінші біздегі дәрумен түрі В6. В6-ның қызметі ағзадағы нәр пен майдың алмасуын реттеу. Барлығымызда сондай ма? Жақсы. Келесі бізде К витамині. Ерлан? Екінші К витамині ол қандай? Қанның ұйуына қатысу. Басқаларыңызда басқа жауап бар ма? Дұрыс да? Жақсы. Топ басшылары бағаларын белгілей отырамыз. Әр дұрыс жауапқа бізде бір ұпайдан беріп отырамыз. Келесі Д. Үшінші топтан. Жансая? Үшінші Д витаминінің қызметі жауабы Б. Кальций және фосфор алмасу сүйек бетісінің қалыптасуына қатысу. Дұрыс, Д витамині. Басқаларыңызда бар ма? Барлығы осындай. Келесі пипи дәрумені. Пипи дәрумені ішек қарын қызметіне әсер етеді, дәрі өзінің алмасуына және жазушылық инсталляцияға қатысу. Дұрыс. Басқаларыңызда басқа жауап бар ма? Осы жауап бар. Осы жауап. Келесі бізде В2 витамині. В2 дәрумені болды. Зат алмасу, көздің жарықты және түсу қабылдауы, қан жасау мүшелерінің қызметін көрсетеді. Дұрыс. Келесі А витамині. Үшінші топтан бар ма? Жауабы ағзаның өсу даму құру рецепторындағы пигмент жиынтары тотап және сүзуге қатысу ауруларға қарсы тұрғылықты шаршымақтың сауылы сақтау. Өте дұрыс. Келесі бізде В12 витамині қандай қызмет атқарады екен? Жәнеке. Жүйке қанның түзілуі жүйке ұлпасының өсуін реттеу. Қанның түзілуі жүйке ұлпасының өсуін реттеу. Ендігі кезекте Е витамині. Е витамині зат алмасу көбеюді реттеу. Зат алмасу көбеюді реттеу. В1 витамин кім айтады? В1 витаминігі яғни зат алмасу асқазан жүрек жүйке жүйесінің қызметін реттеу екен. С витамині еркін бет отырады. С витаминінің қызметі В. Ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұру қабілетін арттыру, сүйекке беріктік және мықтылық қасиет беру, зат алмасуға қатысу. Ендеше, жаңағы жауаптарымызды нақтылау үшін дұрыс жауаптарды қарайық. Сол бойынша қателеріміз болса жөндейміз.
дұрыс жауаптары тақтада. Және де топ басшылары жаңағы сұраққа жауап берген оқушыларды белгілеп отырамыз. Bir балмен қазір электронды түрдегі бағалауға енгізетін боламыз. Көрдік қой дұрыс жауабын? Иә. Ендігі кезекте бізде екінші бұл жеке тапсырма. Сіздерге дәптерлеріңізге орындайсыздар, кітапты қолданасыздар. Бұл екінші тапсырма бізде классификация, яғни берілген сөздерді майда еритін және суда еритін қылып ажыратып, дәлмен көздерін ажыратып жазамыз. Кестеге бізде қажетті сөздер, яғни қажетті бізде витаминдер берілген, сол витаминдерді екіге бөліп жіктейміз. Бұл бізде 3 минуттық уақыт беріледі, сол 3 минутқа нақтылап жазып берейік, уақыт кетті. Жеке тапсырма. Бұл тапсырма сіздерге 2 минут уақытқа берілген жеке жұмыс тапсырмаларыңыз. Бұл жерге дәрумендерге, мына жерде қажет сөздер берілген дәрумендер тізімін жазып шығамыз да, дәрумен көзі деп отырғанымыз, мысалға А дәрумені ма, А дәрумені қайда кездеседі? Қай неде тағамда кездеседі, соны жазып кетеміз. Жақсы уақыт кетті, тапсырманы орындауға кірісейік. Тексеріп өтейік. Бірінші, майда еритін дәрумендерге қандай дәрумен көздеп жатқызды? Барлығымыз айта берейік. Ады, оны ондағы дәрумен көздерін жеке-жеке Айзада. А дәрумендер қандай дәрумен көздер? А дәруменінде бізде алмаз, ірімшік, бұрыш және тағы да басқалар жатады. Келесін басқа топтар. Жақсы. Д дәрумені Жанерке. Дұрыс, сүт, май, жұмыртқа тағысы тағамдарды. Келесі Е дәрумені Арайлым. Е дәрумені көздің сергелері тақылады, өсімдік майларында кездеседі. Жақсы. Келесі бізде К дәрумені К дәрумені қабат, сәбіз, қабаттар кездеседі. Келесі бізде суда еретіндерге қай дәрумендер жатқызды? Суда еретіндерге витаминдері. Қазір дұрыс жауабын қарап, сосын дәрумен көздерін атап өтеміз. Дұрыс барлығымыз осылай ма? Енді келесі С витамині қандай тамақ көздерінде болады? Жансая, басқаларымызға қандай? С дәрумендері жеміс-жидектер құрамында болады. Мысалы, банан, алма және тағы басқалар. Келесі бізде В витамині қатыспай отқан оқушылар. Ерлан В витамині қайда кездеседі? Жақсы. В витамині күріш, бидай, арпа, сұлы, кебектер, жасыл жапырақ, салат жапырағы, сүт өнімдері, жұмыртқа, жидектер В дәруміне бай. Келесі В2. Иә? Жауап беремін. Ашытқы витаминдегі бұршақ, ет, сүт, жұмыртқа салынуда.
Келесі бізде V6. V6. Қандай? Жақсы оқушылар, олай болса, С тобынан Диназға және де Іңкәрға бал қойылады. А тобына Айзадаға, Жанеркеге және де Расулға Д витаминдер тобында бізде Арайлым және де Гүлден, Ақмаржанға бал қойылуға болады. Қалғандарымыз есіне салсаңыз, алда бізде келесі үшінші тапсырмамыз топтық тапсырма. Яғни топ болып сұрақтарға жауап береміз, яғни мәтінмен жұмыс жасаймыз. Бізде төменде мәтін берілген, сол мәтінмен таныса отырып, мынадай сұрақтарға жауап беретін боламыз. С дәрумені мол азықтардың тізімін жасаңыз, және де күнделікті қолданатын тағамдарыңызда С дәрумені жеткілікті ме? Бұл дәрумен ағза үшін маңызына баға беріңіздер деген 3 сұраққа жауап береміз. Әуелі бұл тапсырмаға бізде 5 минут уақыт беріледі. Жақсылап мәтінмен танысып алып, сұрақтарға жауап береміз. Алдымызда ақпарат бар, сол ақпаратқа топ болып жұмыс жасаймыз. Топ болып жұмыс жасаймыз. Ақпараттарымыздан одан. Әрқайсымыз бір сұрақты бөлім алып кездетіп, топ болып жұмыс жасаймыз. Сабағымыз аяқталды оқушылар. Әр топта бір оқушы шығып тұрмай қойсын. Әр топта бір оқушы шығып. Болды. Қайтыңдар. Жақсы. Д витаминдер тобы. Дайын қалғанымыз тыңдаймыз. Дайын болды. Тыңдаймыз. Бірінші сұрақ С дәрумені мол азықтардың тізімін жасаңыз. С дәрумені мол азықтар цитрус жемістерде, жаңа піскен көкөністерде қысталған орнында құрамында көбірек кездеседі. Екінші сұрақ күнделікті қолданатын тағамдарыңызда С дәрумені жеткілікті ме? Мен күнделікті өмірде таңғы асқа қосылған лимон және түскі асқа қосылған салат, кешкі асқа ет жеймін. Көбіңіз тобыңыздағы көп бөлігі осы тағаммен қоректенетін болғандықтан жазыңыздар. Екіншісі бұл дәрумені ағза үшін маңызды баға береміз. С дәрумені ол ең маңызды дәрумендердің бірі. Себебі ол ағзаның көптеген қызметтерін атқарады. Жақсы. Келесі Екінші сұрақ С дәрумені мол азықтардың тізімін жасаңыз. Тыңдаймыз қалған топ. С дәрумені мен азықтардың тізімін. Алма, апельсин, банан, ит, нан, құлпынай, қара қарақат, лимон, киви және тағы басқалар жатады. Екінші сұрақ күнделікті қолданатын тағамдарыңызда С дәрумені жеткілікті ме? Менің күнделікті жейтін тағамдарымда С дәрумені жеткілікті. Олар алма, киви, банан, құлпынай. Бұл дәруменнің ағза үшін маңызына баға береміз. С дәрумені адам ағзасында алуан түрлі қызмет атқарады. Ағзаның жұқпалы ауруларына қарсы қорғануын арттырады және сүйек пен тістің берік болуына әсер етеді.
Енді бізде қалған А дәрумендер тобы. Еркінбек тезірек уақыты аяқталды. Қалған топтар С дәрумендер тобы және де Д дәрумендер тобы. Сіздер 3 балдан топтарыңызға бағалап кетіңіздер. С дәрумені мол асылардың сезімін Тыңдаймыз. С дәрумені жаңа піскен көкөністер, жемістер және тұздалған оралым жапырақтың құрамында көбірек болады. Күнделікті қолданатын тағамдарыңызда С дәрумені жеткілікті ме? Я жеткілікті, себебі адамдардың көбісі көкөніс жемістерді жеп жүр, бірақ тұздалған оралым жапырақтар жеткіліксіз деп ойлаймын. Бұл дәруменің ағза үшін маңызына баға беріңіз. С дәрумені адам ағзасында алуан түрлі қызметтер атқарады. Егер де ол жетіспесе, адам тез шаршайды және де қызылегі қанап кетеді. Өте дұрыс. Бұл топтық жұмыс өзінің деңгейінде орындалды деп ойлаймын. Барлықтарыңызға түсінікті осылай ма оқушылар? Жақсы. Ендігі кезекте біз үй тапсырмасына оралайық. Қызықты мәлімет, яғни осындай сіздерге өздеріңізге дәрумендер туралы түсінікті тереңдету мақсатында өздеріңіз ағзаларыңызға керекті дәрумендерді күнделікті бір күндік жеген астарыңызда қандай дәрумендер кездеседі, қаншалықты біз осы сабақта өттік солай ма, дәрумендердің жетіспеуінен қандай ауру туындауы мүмкін, не болмаса дәрумендер мөлшерден тыс болғанда қандай ауру түрлері болуы мүмкін. Сол мақсаттың алдын алу мақсатында соны аурулардың осындай тамақ көздерін және де оның қандай дәруменге бай екендігін жазып келеміз. Жақсы ма оқушылар? Ендеше жаңағы бағалау парағына кезек берейік. Жақсы оқушылар, соңғы біздің топтық тапсырмамызды қорытындай келе сіздерге бағалау парақшасына белгілеп кетейін. Біздегі бірінші топта, яғни С дәрумендер тобында кімдер барлықтарыңызға енді 3 топқа да 3 балдық шкаламен баға қоятын боламын. Яғни бізде арайлым бүгінгі сабақтағы 10 балл. Бүгінгі біздің осы сабақты қорытындылау мақсатындағы бағалау шкаламыз өздеріңіз көріп отырсыздар. Кім сұраққа жауап беріп, сабаққа қатысты сол бойынша бағаланып отырды. Ендігі бізде соңғы осы сабағымызға кері байланыс, яғни рефлексия. Жақсы, олай болса оқушылар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасай қояйық. Ол үшін А витаминдер тобы келіп кері байланыс жасай қойыңыздар. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс. Жақсы, келесі бізде В витаминдер тобы. Кері байланыс жасай қойыңыздар. Астын басамын, жақсы деп. Барлықтарыңызға бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Келесі бізде С витаминдер тобы келе қойыңыздар. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.